Қауіпсіз қала. Осындай атаумен еліміздің 20 өңірінде акция өтіп жатыр. Шараның өтуіне Аманат партиясы жастар рухы жастар қанаты мұрындық болды. Бұл ауқымды акция арқылы адамдарға қауіпсіздікті түсіндірмек. Ақтөбелік белсенділер қауіпсіз қала акциясы аясында қаладағы бау-бақша ұжымдарын аралап пеш жағып отырған отбасылардың жағдайымен танысты. Өңірде биыл 201 өрт оқиғасы тіркелген. Оның 50% осы тұрғын үй секторында болған. Осыған дейміздер мына өзімнің жауапты участоктағы жарықтандыру мәселелерін, онан кейін барып мектептің айналасында қауіпсіздік мәселелерін бәрін қарап саралап шыққанбыз. Ендігі осы оқу жылы бастағаннан кейін тағы да бір рейдтер жүргізіп, соның ішінде осы міне жылыту маусымы бастағаннан кейін осылай пеш жағатын үйлерге келіп түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ал Шығыс Қазақстан облысында партиялықтар көшедегі құдық қақпақтарын тексерді. Акцияға мәслихат депутаттары, қоғам белсенділері, полиция және төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері белсене қатысты. Акцияның негізгі мақсаты бұл ойын алаңдарында, мектеп алаңдарында, мектептен тыс жақын алаңдарда ашық люктардың болмауына, жалпы балалардың қауіпсіздігіне қатысты барлық нормалар мен шаралардың сақтануына және осы мектепке келе жатқан жолда жол белгілерінің сақтануына қатысты мониторинг жұмыстары жүргізіп жатыр. Осы мониторинг барысында кемшіліктер анықталған жағдайда біз бұны арнайы жауапты органдарға міндетті түрде ұсыным хат ретінде жіберілетін болады. Аманат партиясы мониторингтік тобы Оралдағы мектептердің қаншалықты қауіпсіз екенін тексерді. Топ мүшелерінің назарына іліккен 45-ші мектептің ғасырға жуық тарихы бар. Ғимарат ескі болғанмен, мұндағы қауіпсіздік талаптары барынша сақталған. Оқушылардың қозғалысы бейнебақылау жүйесі арқылы қадағаланады. Кіреберістегі турникет арқылы бөгде адамның кіруіне жол берілмейді. Тексеру тобы өрт немесе өзге де төтенше жағдай болғанда апаттық шығу есіктерінің де жай-күйіне зер салды. Ең бастысы енді балалардың мына шығып әрқадай мүмкіндіктер үшін кілтеніп тұр. Сонымен қатар үш қабатты ғимараттың баспалдақтары мен таяншы мығым екеніне көз тексеріп, көзі нашар көретін жандарға арналған тактилді сілтемелер ілінгенін анықтады. Қала берді вольникке ұшыраған балаға қорған ретінде орнатылған қосымшаның бар екеніне көз жеткізді. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында осы мектептердің қандай жағдайда болғанын білем. 45-ші мектептің қазіргі таңда үлкен оң өзгерістер байқалып отыр. Ескертулер жоқ. Әжетханаларда да барлық талаптарға сай, класс бөлмелері, сынып бөлмелері жаңа талапқа сай барлық қауіпсіздік сақталған. Жалпы мектептің жұмысы көңілімізден шығып отыр. Алда уақытта партияның аталған бағыттағы жұмыстар жалғасын таппақ. Дәрбек Бақытбек, Астана Таймс.